Құнанбай атамыз Меккеге баратын болып 3 жыл дайындалды дейді. Ол уақытта бүгін айтып ертең кетіп қалатын заман емес, самолетпен ұшып. Жаңағы ата аяғы жететін жердегі барып, туған туыс, ағайындарға барып, артық киім болса кеш, осындай деп батасын алып, мешіттеріне барып, Құран оқып, дұғаларын алып, баталарын алып, кешірімдерін алып, аманаттарын алып шықты дейді. Сонда Абай атамыздың қасында Аппаз бен Мырқы деген екі кісі жүреді екен. Аппаз бен Мырқы сол заманда қазақтың ең атақты миллиардерлері ғой. Мына Европаның осы далада жібек жолының мойнында биржада отырады екен. Европадан шыққан жаңағы барлық тауарларды Қытайға, Қытайдан шыққан тауарларды Қырым мен Европаға жіберіп, осы ортада отырады екен, биржаға қарап Аппаз бен Мырқы. Сонда жаңағы Жорықбай деген жыршымын, кедейліктің құлпымын, қаумалап халқым келгенде базар едім күлкінің, қадірін қайда қызыл тіл, нан қазарсың бір тілім, тілемес едім Құдайдан байлығын Аппаз Мырқының деп 32-ші жыл Жорықбай деген жыршы ашаршылық кезде бір тілім нан қазар болып айтып жүр екен. Тілемес едім Құдайдан байлығын Аппаз Мырқының, маған байлығын Аппаз Мырқының байлығы керек жоқ, миллиардты ғана ақшасы, малы, бір тілім нан қазарымыз деп Жорықбай деген жыршы айтып жүр екен. Сол Аппаз бен Мырқы жаңа Құнанбай атамызға айтады: Құнеке, мына жақта Түркістан бар, ғұламалардың шаңырағы, ар шетінде ақ мешіт бар, соған барып, ағайын туысқа барып, батасын алып, жолға жиналайық деп Құнанбайды алып барады дейді. Содан жаңағы Құнанбай атамызды сол жақта үлкен діни өкілдері күтіп алады. Әбдіраман қожа деген сол ақ мешіт өңірінің діни өкілі, үлкен ақсақалдар, қожалар жаңа бізге дін алып келген. Сол жақта үлкен әңгіме дүкен болады. Жаңағы Әбдіраман қожаның қасында небір ғұламалар отырады дейді. Құнанбайдың қасында да небір мына жақта жаңағы Башқұртстанда, Қазанда оқыған жаңағы татарлармен бірге білімді, мына жақтан білім алғандар. А мына жақта Бұқара, Ташкенттен білім алғандар. Кезіндегі мысалы Имам Бұхариден бастап ортасы Әл-Фараби, Ұлықбектер білім алған, медреселерден Кешеғанет баба, Төле билер білім алған, Жалаңтөс батыр, Айтеке билер білім алған, Көкенташ, Мерраф медреселердің түлектері мына жақтар, Қызылорда, Шымкент өңірлері. Сонда екі жақ отырып бір-бірімен жаңағы үлкен сөз болды дейді. Сонда Құнанбайдың қасындағылар найзадай қылып сұрақтар қояды, аналар сол сұраққа жауап береді дейді. Содан кеш болған кезде Құнанбайдың қасындағы Әбдіраман қожаның қасындағы бір ақсақал тұрып: Құнеке, үлкен сапарға бара жатсың, жолың болсын. Мінеки, біз шамамыз жеткенше сіздердің сұрақ жауаптарыңызға жауап бердік. Егер де бұған қанағаттанбасаңыз, мына жерде Қалжан деген атақты бір жігітіміз бар, өте білімді. Жаңа ғана медресені бітіріп келді, соған барсаңыздар болады деп жол көрсетті дейді. Құнанбай жігіттерімен келесі жаңа Қалжанның ауылына барды дейді. Сонда Қалжан деген кісі медресені жаңа бітіріп келген, математикадан 2 кітап жазған адам екен. Бойы ұзын, өте әдемі, жаңағы әппақ киініп алған, сондай бір сұлу жігіт еді дейді. Құнанбай атамызды күтіп алып, қонақ қылып жаңағы, сонда тек қана діни сұрақтар болды дейді араларында. Шариғаттан, жаңа өзіміздің. Сонда қандай сұрақ қояды, сондай жауап алады. Қандай сұрақ қояды, сондай жауап алады дейді. Сонда Құнанбай атамыз бір көрген қысып, таңнан кешке дейін қарап отырды дейді. Бір кезде кететін кезде Құнанбай айтты: шырақтарым, рахмет сендерге. Жол алыс, біз жолға шығайық. Бата беріңдер, біз тұрайық. Батаны шырағым Қалжан ақын сен бересің деп айтты Қалжанға. Батаны сен бересің, менің сүйегім Мекке Мединеде қалсын деп бересің деген екен Құнанбай атамыз. Сонда бағынан бері бүткіл сұраққа жауап беріп отырған ғалам жігіт Қалжан ұмтылып барып іркілді дейді. Батаға жүрмейді ғой, өл деген жүрмейді ғой. Жаңағы менің сүйегім Мекке Мединеде қалсын деп бересің деп. Сендер бағынан бері қаншама жаңағы шариғаттан ілім айтып отырсың. Мекке Мединеге барып адам өлсе жәннатқа кіреді деп отырсың. Ал мен кірейін жәннатқа. Бата бер деп отыр ғой жаңа. А батаға өл деген жүрмейді. Сонда бағанағы жас жігіт, өте білімді жігіт ұмтылып барып іркілді дейді. Сонда қасында Бозжан деген ағаш жүреді екен, Қалжанның қасында, туған ағасы. Шырақтарым, бұған кідіріп болмас, бұл батаны мен берейін, иләхи әмин деп айтты дейді. Ер тілегі болса қалсын, ел тілегі болса келсін, әмин, Аллаху акбар деп айтты дейді. Ер тілегі болса қалсын, ердің тілегі болса, Құнанбай өз басы үшін жәннат тілеп, өз басы үшін тілесе қалсын, сояқта өлсін.
Ал егер елдің тілегі болса, келсін да еліне абай тәрбиелесін, шәкәрім тәрбиелесін, басқа қоғам тәрбиелесін, ел үшін келсін деп отыр. Қараңыздаршы, қандай керемет. Ер тілегі болса, қалсын, ел тілегі болса, келсін, аумин деп айтты дейді. Құнанбай разы болып, батасымен барға жігіттермен шығып, аттарына мініп жаңағы кетті дейді. Сонда жаңағы Қалжан мен Божан екеуі шығарып қарап тұр дейді. Анау жаққа барып, шаңдары басылған кезде барып, жаңағы қолынан қысып ұстап тұр дейді. Қалжан ағасының, Божанның, ағатайым-ау деп айтты дейді. Ағажан-ау, өзіміз сияқты от оттап су ішіп жүргеннен кейін қадіріңді білмептік қой ағажан деп айтты дейді. Түсініңіздер ма? Өзіміз сияқты от оттап су ішіп жүргеннен кейін қадіріңді білмептік қой ағажан. Қазір Мақтағали ағаның қадірін білмейміз қазір. Қазір чемпиондарымыздың қадірін білмейміз. Мадрушканың қадірін білмейсің, ата-ананың қадірін білмейсің, қолындағы ақшаның қадірін білмейсің, уақыттың қадірін білмейсің. Ертең ата-ананың қасынан кеткен кезде қадірін сол кезде білесің. Ұстаз қасынан кеткен кезде ұстаздың қадірін сол кезде білесің. Жан досың қасынан кеткен кезде сол кезде жан досың қадірін білесің. Қолынан малын тайған кезде, басынан бағын тайған кезде сол кезде қадірін білесің. Ал өзің сияқты қасында жүрген кезде ешкімнің қадірін білмейсің. Тәуелсіздіктің қадірін білмейміз қазір біз. Ертең бастан бақ кеткен кезде бұның қадірін білеміз. Ел басымыздың қадірін білмейміз. Күндіз түні шырылдап ел үшін еңбек етіп отқан. Өзіміз сияқты от оттап су ішіргеннен кейін қадірін білметтік қой ағажан депті. 5 уақыт намазында сізге дұға етсем болады екен ғой ағажан. Тұншығы бөліп бара жатқан жерінен дем бердіңіз ғой деген екен. Тұншығы бөліп бара жатқан жерінен дем бердіңіз ғой деп. Сонда көрдіңіз ба? Аналардың ақылдылығы, білімінің дәрежесі, көкіректерінің кеңдігі, тектіліктері. Ана сұраққа қандай жауап алды. Ердің тілегі болса, өз башын тілесе, қалсын сол жақта. Ал егер ел үшін болса, халық үшін болса, қазақ үшін болса, Алла үшін болса, онда келсін, тәрбиелесін қоғамды.